Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында жасалатын өзбек ұлтының лепешкасының рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді және жылы суымызды қосамыз. Оның үстінен шекерді және де ашытқыны салып, жақсылап араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін ашытқымыз көпіршіп осылай көтеріледі. Оның үстіне жұмыртқамызды, сұйық майды және де тұзды салып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнды алдын ала електен өткізіп 2-3 бөліп қосатын боламыз. Бізде орташа қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан сіздерге берілген рецепттегі ұннан кем немесе артық қосуларыңыз мүмкін. Сондықтан да ұнды 2-3 бөлікке бөліп қосыңыздар. Бастысы қолға жабыспайтын болу қажет. Енді осы қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін бетін жауып, жарты немесе 1 сағат көлемінде жылы жерге қоямыз. Менің қамырым 40 минуттай тұрды, міне осылай 2-3 есеге көтерілетін болады. Енді осы қамырымызды ыдысынан алып, кішкене ұн себе отыра 2-ге бөліп алатын боламыз. Яғни осы қамырдан бізде 2 дана лепешка шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, кішкене ұн себе отыра 2 бөлікке бөліп аламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырды 2 бөлікке бөліп алып, домалақтап, бетін жауып 5-10 минутқа қоямыз. Қамырымыз тағы да көтерілетін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз мүлдем қолға жабыспайды. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Осы кезде пештеріңізді қосып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырларымыз мінеки тағы да көтерілді. Енді видеода мен сияқты лепешканың формасын жасайтын боласыздар. Біз өзбек ұлтының лепешкасын жасағандықтан формасында дәл солай жасайтын боламыз. Енді ортасын осылай басын қырап, арнайы осындай нан тескішпен немесе шанышқымен осылай ортасын тесіп шығамыз. Және де осы жерде айта кетейін, ол видеоға түспей қалыпты. Осы лепешканы жақсылап формасын жасап, ортасын тесіп болғаннан кейін тағы да 5 минутқа бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде лепешкаларыңыз пышный болып көтеріледі. Және де жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, лепешкамыздың бетіне жақсылап жағамыз. Және де қалауларыңыз бойынша кунжут сеуіп, енді алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште пісіріп алатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.